Қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұн және кондитерлік өнімдерге арналған ыдыстар мен қаптамаларға қойылатын талаптар. Бүгінгі біздің жоспарымыз кіріспе негізгі бөлім, яғни ұнға арналған қаптамалардың түрлері және талаптары, кондитерлік өнімдерге арналған қаптамалардың түрлері және талаптары, қаптаманың экологиялық талаптары, қаптаманың сақтау және тасымалдау шарттары, қаптамалардың стандарттары мен сертификаттары және қорытындыдан тұрады. Кіріспе бойынша ұн және кондитерлік өнімдерге арналған қаптама олардың сапасы мен сақталуын қамтамасыз ететін маңызды элемент болып табылады. Дұрыс таңдалған ыдыстар мен қаптамалар өнімді сыртқы әсерлерден, ылғалдан, шаңнан және механикалық зақымданудан қорғайды. Бұл талаптар азық-түлік қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес болу керек. Қаптаманың сапасы тұтынушылардың өнімге деген сенімін арттырады және оның сатылымына ықпал етеді. Сонымен қатар экологиялық талаптарға сай қаптамалар өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Осы себепті ұн және кондитерлік өнімдерге арналған қаптамалар қойылатын талаптарды білу өте маңызды болып табылады. Ұнға арналған қаптамалардың түрлері бұлар: біріншіден, ұн негізінен қағаз қаптарда және де полиэтилен пакеттерде, сондай-ақ мата қаптарда сатылады. Қағаз қаптар экологиялық таза, бірақ ылғалдан қорғау үшін қосымша қабат қажет болып табылады. Екіншіден, полипропилен пакеттер берік, ылғалға төзімді және ұзақ сақтауға қолайлы болып табылады. Мата қаптар үлкен көлемдегі ұнды сақтау үшін пайдаланылады, бірақ олар шаңның жиналуына бейім. Үшіншіден, бұл сонымен қатар ұнды сақтау үшін картон қораптар да қолданылуы мүмкін. Әрбір қаптама түрі белгілі бір сақтау және тасымалдау шарттарына сәйкес келуі керек. Жалпы ұн қаптамаларына қойылатын талаптар: біріншіден, ұнға арналған қаптамалар жоғары сапалы, берік және экологиялық таза материалдардан жасалуы керек. Олар ұнның сыртқы ортаның әсерінен қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Екіншіден, қаптама ылғал өткізбейтін қасиетке ие болу қажет. Себебі ұн ылғалды тез сіңіріп, сапасын жоғалтады. Сондай-ақ қаптаманың тығыз жабылуы шаң мен зиянкестердің түсуін болдырмауы керек. Үшіншіден, қаптамадағы ақпарат тұтынушыға өнімнің сапасы, сақтау мерзімі мен пайдалану ерекшеліктері туралы нақты мәлімет берілуі тиіс. Барлық қаптамалар санитарлық, гигиеналық нормаларға сәйкес келуі керек. Кондитерлік өнімдер қаптамаларына қойылатын талаптар: біріншіден, кондитерлік өнімдердің қаптамалары олардың балғындылығын және тұтынушыға тартымдылығын сақтауы тиіс. Қаптама ауа өткізбейтін, берік және өнімнің пішінін бұзбайтын болуы керек. Екіншіден, ол өнімді жарықтан, ылғалдан және механикалық зақымданудан қорғауы тиіс. Қаптамада өнімнің атауы, құрамы, сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімі туралы ақпарат болуы міндетті. Сондай-ақ, кондитерлік қаптамалар экологиялық стандартқа сәйкес болуы қажет. Бұл талаптар өнімнің сапасын сақтауға және тұтынушылардың денсаулығын қорғауға көмектеседі. Қаптаманың экологиялық талаптары: бұл қазіргі таңда қаптамалардың қоршаған ортаға әсері маңызды мәселе болып отыр. Экологиялық таза қаптамалар қайта өңделетін немесе биологиялық ыдырайтын материалдардан жасалу керек. Қағаз, картон, биопластик және шыны қаптамалар экологиялық таза нұсқаларға жатады. Полимерлік қаптамалар қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін болғандықтан оларды қайта өңдеу жүйесін дамыту қажет. Кәсіпорындар экологиялық стандарттарға сәйкес қаптамаларды пайдаланып, пластик қалдықтарын азайтуға тырысуы керек. Бұл қоршаған ортаны қорғауға және тұрақты дамуға үлес қосады. Қаптама өнімнің сатылу деңгейіне тікелей әсер етеді, себебі ол тұтынушының назарын аударады. Тартымды дизайн, жарқын түстер мен ыңғайлы пішін өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Қаптама тұтынушыға өнімнің сапасы мен артықшылықтарын туралы ақпарат беруі тиіс. Бренд логотипі, өнімнің ерекшеліктері мен қолдану нұсқалары қаптамада нақты көрсетілуі керек.
Сондай-ақ қаптама қолайлы және қайта жабуға мүмкіндік беретін құрылымда болуы маңызды. Дұрыс жасалған қаптама тұтынушылардың сенімін арттырып, сатылымды көбейтуге көмектеседі. Қаптаманың сақтау және тасымалдау шарттары. Біріншіден, ұн және кондитерлік өнімдерді сақтау және тасымалдау кезінде олардың қаптамаларының сапасы маңызды рөл атқарады. Қаптама өнімді температураға өзгерістері, ылғалдылық және механикалық әсерлерден қорғауы тиіс. Ұн сақталатын қаптамалар жарық өткізбейтін және құрғақ жерде сақтауға қолайлы болуы қажет. Кондитерлік өнімдер үшін қаптаманың ішкі жағы қорғаныс қабатымен қапталуы керек. Бұл олардың балғындылығын сақтауға көмектеседі. Төртіншіден, бұл қаптамалардың беріктігі тасымалдау кезінде өнімнің зақымдануын болдырмауы тиіс. Осы талаптарды сақтау өнімнің сапасын ұзақ мерзімге қамтамасыз етеді. Қаптамалардың стандарттары мен сертификаттары. Ұн және кондитерлік өнімдерге арналған қаптамалар халықаралық және ұлттық стандарттарға сәйкес болуы керек. Қазақстанда қаптамаларға қойылатын талаптар техникалық регламенттер мен санитарлық нормаларға сәйкес реттеледі. Халықаралық ISO 22000, HACCP және басқа да стандарттар қаптамалардың сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қаптама өндірушілері осы стандарттарға сай өнім шығарып, сертификаттау рәсімдерінен өтуі тиіс. Сертификатталған қаптамалар өнімнің сапасы мен тұтынушы қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қорытындылай келе, ұн және кондитерлік өнімдерге арналған қаптамалар олардың сапасын, қауіпсіздігін және ұзақ сақталуын қамтамасыз етеді. Қаптамалар экологиялық, санитарлық және маркетингтік талаптарға сәйкес болуы тиіс. Заманауи қаптама материалдары өнімнің сақталу мерзімін ұзартуға және оны тұтынушыларға ыңғайлы етуге көмектеседі. Сонымен қатар, қаптамалардың экологиялық таза нұсқалары қоршаған ортаға зиянды әсерді азайтуға мүмкіндік береді. Қаптаманың сапасы мен дизайны өнімнің сатылымына әсер ететін маңызды факторлардың бірі болып табылады. Осы талаптарды сақтау арқылы өндірушілер жоғары сапалы өнім ұсынып, тұтынушылардың сеніміне ие бола алады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.